эфирдеміз. Бүгінгі кездесуге келдіңіз, халықтың талабына қатысты пікіріңіз қандай? Ең бірінші, мұнда бәрінің пікірін зерттеп білу керек, әр адамның. Бірақ бәрін қосылып айтқанда, бүгінгі күнде көп балалары бар ата-аналарға көмек Қазақстанда жоқ. Көп балалары бар ата-аналар бүгін баспанасыз, жұмыссыз, және мектепте мына балаларға көрсететін жәрдемсіз балаларын өсіріп отыр. Сондықтан бұл жағдай өте күрделі жағдай. Неге десеңіз, біздің Қазақстан ратификациядан халықаралық әлеуметтік, экономикалық және мәдениет пактын бекітті. Осы айдың 27-28 күні олар Женеваға барып үкіметтің несін береді, баяндамасын береді. Біз де бүгінгі күнде мемлекеттік емес ұйымдар өзіміздің альтернативтік баяндамамызды дайындадық. Біз де Женеваға барамыз, біз де сол жерде өзіміздің ой пікірімізді жетеміз. Сол жерде, мына жерде халық келіп отыр, өзінің проблемасын айтуға дайын. Бұларға шығатын бір мемлекеттік қызметкер жоқ. Бұларды біз не үшін ақша төлеп мемлекетте ұстап отырмыз? Бұларға салық төлеп, бұларды бәрін қаражатын төлеп отырмыз. Сонда бұлар халыққа шықпайды. Сонда халық ашынғанына кім ашынады? Халық ашынады осындай кезде. Халық осындай кезде сонан кейін осы халықты, ашынған халықты далаға шыққаннан кейін бұларды тыққылап, біресе изоляторға, біресе неге тыққылап, автобусқа тыққылап, тағы қолын бұрайды. Сондықтан менімше Қазақстандағы болып жатқан әлеуметтік мына күрделі мәселе ең бірінші біздің қызметкерлердің халықпен кездесуден қорқатыны, кездесуге шығып, нақты оларға сұрақтарына жауап бермейтіні, және мына жерде қарап отырмын, 20 шақты бір отырып қойған адамдарды адамдар жауап беріп отыр. Жақсы, рахмет Жауреш ханым. Қазір шамасы жиналғандар сыртқа шығып бара жатыр. Кешіріңіз, қайда барасыз? Қазір міне Астана концерт залының маңындағы жақын жерде тұр. Қалалық әкімдікке бара жатырмыз дейді. Қай канал? Мына прямой эфир болып отыр ма? Мына басшыларымыз, мына бізді басшыларымыз, мына кешеден бері біз ешкімге өзіміздің Қазақстан елімізде ешкім соғысты ашып атқан жоқ қой. Бұл 38-37 жылдардың соғысы. Культурный. Крутой летал. Крутой лифт. Давай 4-й этаж. Тамаша лифт. Тамаша. Да? Я вот
Мақта.